Ассалаумағалейкум. Салам тағы да. Сосын тағы нәпсі ойларда бас тимей жатыр деп қанаттайын жатқанда тағы да бірдеңе құрттым ғой. Али Сахаба нағашым әріп үйретсе, мен біреу әдіп үйретсе, мен оның малай болам деген туралы бірдеңе құрттым мен. Сосын қосымшасы Али Сахаба қарттым. Сосын қосымшасы келесі туралы бір легек. Қалай? Келісімшарт туралы бір сөздері бар Али Сахабаның. Сол туралы мен бірдеңе білдірдім. Не екенін білмей отырмын. Ұмытып қалып отырмын. Сол екеуі туралы, екеуі де ма, екеуін біреу ма, мен білдірдім соны. Соны дұрыстап қойған дұрыс. Мен құртуға ұшырамын ғой оның бәрін. Мен нәпсі ойладым, шын. Нәпсі ойладым соншама қол сілтедім ол істеуге мен. Өйткені қабырғалағанда жатқызып тастады мен. Қол сілтейді, түсінбедім. Дәрі берген де жоқ, сол жынданып жүрдім ғой. Сонда сауық отырдым, бірдеңе қиғада тартылды. Дәріні де бермейді. Ол ауру, ол үрей тоқтамайды қалғып ұйықтамайынша. Көбінесе таңертеңнен түске дейін, немесе түстен кешке дейін ауырдым. Таңертеңнен түске дейін. Таңертең ауырсам, көбінесе кешке бір-ақ жабыламын. Түсте ауырсам, түнде қалғып ұйықтап кеткенше үрейленемін. Сондай ауру. Ұйықтағанша қиын ауру болды. Сондықтан мен ол құртқаныма қол істеп, соның бәрін дұрыстап қоятын. Талғат жерде мен бере салдым ғой. Солардың бәрін. Сол құртқанның не құрттым, не құртпадым, соның бәрін түгендеп отырмын ғой. Сондай бірдеңелер болды. Іс-қағаздар туралы бірдеңе болды. Сосын іс-қағаз туралы бірдеңе құрттым. Али Сахаба қарт туралы. Сол тағы қосымша айтамын. Қазақша сөйлеп отырық деп айта салып отқан шығар. Бірақ қазақша сөздер керек қой. Сондықтан бойдәрет салып құртып отқан шығар тағы да қазақша сөздерді. Бірақ керек болады. Қазақ сөздерді мойындамайтындар ол екеуіне шығарсыздар. Оны аңғармадым әзірше. Мешке енді келдім ғой. Ал құртқандарды құртқан мен. Түсінбей басынан бастап солай орындап жатса ол дұрыс емес. Мен нәпсі ойладым ол кезде. Өзіме қарата алмадым ғой. Негізінде ондай емес. Олар қате. Зынданғанда өзіме қарата алмағасын. Жаза салым жай. Бас істемейді болса да. Өзім дәуге де дәрісі де тауылмадым, түсінбедім. Ақыласа құлында шыраңысқан түсініксіз оқып. Әйтеуір не болды? Сахабалар туралы бірдеңеге қол создым ғой, мән беру керек үшін. Сындар туралы шын бірдеңе болғасын. Сосын Нұралы ағай келіп кетті. Шын шығарып, Құран кітап арқылы. Ол кезде ол кісі келгенде, Нұралы ағай келгенде ештеңе болмады. Ал Махмұд Тәжік келгенде бірлі Есет имамды көргенде ауырды. Жоқ. Көбінесе ол үшеуін көргенде денім сау болып кетті. Денім сау болып тұр. Денім сау болып жүр. Басқа күндері ауырып қалып жүрдім. Сол бақсы сияқты көрінді ғой олардың басында. Жоқ,
баяғыда бақсыларға сондай бағынатын өгеді сөйлеуге, ақындыққа мән бермедім ғой. Сосын мешіт туралы мағлұмат көп біле бастағасын, жата болған мешіт алғасын. Мешіт болғасын мынау тобылда. Бірте ақындықпен шығып кеттім. Бақсы сөгеді, ақындық қой, оның несіне қылған, тағы басқа сондай болып. Бақсы балгерлерге қызығудан шығып кеттім. Олар десе, әнге де қызығудан шығып кеттім. Кличкам Ероха деп қойып беріп, ақындықтан шығып кеттім. Сөзге қызығудан шығып кеттім, олар десе. Еркін күрестің шұғылданып жүргенде сөйлеуге намыстанатын. Сөйлеуден шығып кеттім. Аспай айды. Соның Құран кітапты, Исарик кітапты сол ойша ойлап тапқам. Мешітке кіретін сөйтіп түсемін деп. Соны істеп отырмын. Құран кітап әріпті, бірақ китап деуге болады, немесе зоқ деуге болады арабтарға. Құран кітап саудасына бола ғой, арзандап кеткендігіне болға Құран кітапты туралы ықыластар адасып отырған көбісі. Сондықтан Исарик кітап деген тапқырлық, мақұрықты Исарик деп түсіреде мінтағы азаят әйтпесе ақидада онда қайтадан басынан бастап тәпсір кітап оқып отыра қалайын деп отыр. Олай дұрыс емес. Құран кітапты Исарик кітап деп бірақ жоқта сөзбе-сөз сөйлесуге тақаған дұрыс. Енді оқу туралы ештеңе қалмады ғой, одан артық неге ақидада жойылды ғой. Құран кітапты Исарик кітап деуге. Тәпсір кітабын оқып дауласа дауласын. Бұрынғыларға дұрыс қой. Тоқтайды шығар ол да. Құран кітапты Исарик кітап деп. Тәпсір кітаптар туралы дауға көбісі бірақ тәпсір кітап туралы дауды білмеймін, ол мәт дауының ілгегіміз ғой. Сүр аяттарды кәдімгідей айтамыз деп айтып отыр. Мен Абу Ханифа мазхабы, Имам Матуриди қарттың ақидатынан мен солай істеген, бірақ қателіктер бар әр неде. Сөзбе-сөз болу керек қой, бақавестер дұрыс. Аллах жаратудың алақаны бар ма? Кейде бақавестер дұрыс, сол толық емес ақидада оның Құран кітапқа сөзбе-сөз орындамаған. Біресе өзінің ойын айтуға ұшыраған, сол дұрыс емес өзінің ойын айту. Тәпсірдегі сүре аяттардағы сөзбе-сөз болған дұрыс қой. Сөзді Исарик сөзі арқылы, Исарик сөзі мақұрық деп, сосын мылжыңдықты Исарик сөзі арқылы көмкеруге болады деп ойлаймын. Ақидада оны ұзағырақ айтып отырып алғандар ол. Ақидада оны аяқтауға болады, ең дұрыс, ең соңғы несін діни жамағаттарға тақырып кетіп отырса, шартты жауабы діни жамағаттарда, шартты жауабы көнеліктерде солай шашылып кетті деп отырса, қайтадан тәпсір кітабын бір-бірінен шалғап қайтадан жазған дұрыс па деп ойлаймын. Олар десе. Немесе тәпсір кітап дәл солай, бірақ олардың ақидада оның жартысы солай болады деп дұрыстап олға дұрыс болады шығар. Одан басқа не айтамыз? Құран кітап бар, тәпсірісі дәл солай болса, бірақ мен ол тәпсір кітаптың ең қателескен Тұнухан кітап, Тұнухан деген кітапты оқым, ақидада оның қателігі туралы толық мағлұматын оқым. Қайдың ағым, не істеген, қалай адасқан, Тұнухан деген кітапты оқым. Кім жазғанын ұмытып қалдым. Ақидада туралы, ақида сабағы. Әдемі кітап. Бүкіл ақиданы оқып алдым. Содан қатты түсінем ақиданы. Қазақшаның мағынасын, қазақша тәпсірін ғана оқыдым.
діни ағымдардың қалай адасқандығы туралы толық мағлұмат бар. Сондықтан қатты түсінемін мен де Тұныққан кітабын оқығаннан кейін. Мүмкін діни жамағаттардың негізгі жауаптарды алып қайтадан Матурidi мазхабына тасқан дұрыс шығар. Қайтадан имам Матурidi имам қарттың жауабына жалған дұрыс шығар. Олардікі дұрыс. Ол Матурidi имам қарт кішкене қателескен, бірақ олардың діни жамағаттардың сол сүре аяттарын солай мойындаймын деп солай істеген дұрыс па деп ойлаймын. Әйтпесе бөліну туралы жарайды, ол ақидада ол бөліну туралы жауап бермейді ғой, орнын ауыстыруға болмайды ғой. Бөліндім деп қалады. Ақидада ол сол бөліну туралы болса бөліндім деген сөз. Ал мойындаймын деп қате айтып жүру қателікке ұшырайды. ол діннен кіріп шығу болып кетейін деп оның барлығы бара берсе исариқ сөзі дұрыс болады. сол аз сөйлеу үшін бұрынғы ақида тәпсір кітаптары деп сосын исариқ құран кітап сөзі тартпаса да құран кітап сөзі, сосын зох қосымша харфтық китап дейді қосымша, сол да жарайды. Мақсат исариқ десек те жарайды. Сонымен ассаламу алейкум. Салам барлығына. Ассаламу алейкум, салам барлығына.